әлгі жерде шешесі келіп мұғалімімен отын қып болғаннан кейін далаға шығып білем баласын екі шапалақ тартыпты көп оқушылардың алдында. Сонымен шешесі пәләмпайдан түсіп болғанша баласы одан бұрын жерге түсіп болыпты ғой. Өзін атып апты да бинадан өліпті. Демек сіздер білесіздер, әзір осы ойбай Құдайдан бір тілеп, өкіметтен бір тілеп, пендеден бір тілеп, әлен туғаным бір-екі бала деп тура өстейміз ғой балалар. Осының өзі біздің балаларға қылған өте зиянкестігіміз. Мына үстімдегі жібеге, мына жың жібек 55-тен қимыл қылып берем, қара екірен. Мына мажаны 65-тен қимыл қылып берем. Мына көрдіңіздер ма? Мына жың жібек, жібек материалыны. Мыналар үрімжіде пифаға 90 тарқат жатқан мал, қалқым, біліп аңыздар міне. Мына жың жібек қарасы мен жасыл екірен. Сонымен әлгі бұрын біздің уағымызда мұғалімдарда оқушыларды ұрып жатады. Одан кейін әке-шешеңе кімнен таяқ жедің? Мұғалімнан деп айта алмайды ғой. Әзіргі балалар бір таяқ жепмек түгіл бір азырақ кішкентай нәрсеге өзін өлтіріп алады. Бұл неге десеңіз, балалар өте еркелікте бір жағынан ата-енесі болып, бір жағынан най болып, ойбай деп биткеннен кейін әлгі бала өмірінде ешкімнен көңілсіздік, ешкімнен соққы жемегеннен кейін ана баланың не ішін тығып сүру. Сонан кейін әзір әлгі азырақ ялиге қалғанда ежіңнің көп болып кеткені де сол. Ал бұрын қиыншылық көрмеген балалар. Күнде шапалақ жеп, таяқ жеп, әлгі тарсылда өскен тышқан терменнен қорқпайды деп неге айтады? Соған мына балаларға сәл қаталырақ басқармасаңыз, балаларға өзіңіз зиянкестік қоясыз. Сіз әке-шеше баланы 18-20 өненгейінде және өстіп өсіресіз, бірақ қоғам сөйтіп өсіре ме? Соған, енді mesela мен мұғалім болып алдым деп 8 жыл айттым ғой, соған мен әрбір нәрсені айтуға қақылымын деп ойлаймын. Өйткені, әлгі сіз ұрпағыңыз өте қатал талап қоймай, өте еркеп бүйтіп өсірген балалар көріп жүрміз ғой. Ерке өскен бала қандай, пысып өскен бала қандай, соған өзіңізге өзіңіз аяғыңызға балта шабудан аулағырақ болыңыз. Балаға зады қатты ойбай көкем жарым деп сипап тұрып, қаттығырақ шыңдап болып та ұл баланы тұра шегелеп тұрып үлкейтіңіздер. Мен ғой ұл жоқ менде. Ама ұлды соған бермеді ма деймін, тұра өстіп тұрып үлкейтетін едімші. Ана бір досымыз бар. Бір баласын үш уақыт тамағы көшеден ойбай тяушы қылып бір ашқанаға кіріп қалса ананы жеп, мынаны жемей, ой жаман сапсықтарды 3 күн ашып қойшы, иттің боғы болса да жейді, адам айтпайын сізді күйдіріп өтеді ғой. Соған бұл бала тәрбиесінде өте басыңызға шығармаңыздар, айтпақшы болғаным. Әр қандай вақытта сәл қаталырақ талап қойыңыздар. Болып та ұл баланы бір ел ағасы болатындай бір жігіт қаш-қаш екі адамның алдында бір ауыз сөзін айтатындай тәрбиелеңіздерші. Өңкей бір лаңпоңықсыз ғылдыр-ғылдыр еткен. Екі адамның алдында сөзін айтамайды, кейін қатын алса, қатыным айтып айтты, ол әкегім, шешегім іштеме ұқпайды да бір есалаң жынды болады. Соған бір кішкене қиыншылық көргізіп, мына ақша қандай жолмен келеді, бір білдіріп